Жасөспірім адамның 10 мен 15 жас аралығындағы шағы. Бұл кезеңде адамның ағзасы, болмыс бітімі жетіліп қана қоймай, санасы да толысып қалыптасады. Сондай-ақ осы сәтте жасөспірім дербестікке, әсірелеу мінезге көшіп, қимыл қозғалысы да құштар келетіні барлығымызға аян. Мойындау керек, барлығы емес. Көп жағдайда жасөспірімнің мінезі де, сабағы да қиындап, қоршаған ортамен жанжалдасатын, сіркесі су көтермейтін сәттері де бар. Егер бұл түйін дер кезінде тарқамаса, бала қоғамның теріс бағытына қарай бейімделеді. Тіпті соңы келеңсіз жағдайларға да алып келуі мүмкін. Мұндайда алдымен не істеу керек? Өмірдегі осы бір өтпелі шақты қалай еркін еңсеруге болады? Ата-аналар мен аға буынның кеңесі қандай? Осы сияқты сұрақтарға Дарын мектеп-интернатының Қазақстан балалары күзгі интерактив іс-шаралар жоспары бойынша ұйымдастырылып отырған бала құқығы, адам құқығы атты сұхбатымызда жауап беретін боламыз. Бүгінгі сұхбатымыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Кентау қалалық полиция бөлімінің, жергілікті полиция қызметінің, ювеналды полиция тобының учаскелік полиция инспекторы, полиция капитаны Бектібаев Алмас Нұрмаханұлы және аға лейтенант Парманов Нұрдәулет мырза келіп отыр. Бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіздер. Ендеше алғашқы сұрақты осыдан бастағым келіп отыр. Ювеналды полиция тобы деп аты айтып тұрғандай, бұл топтың негізгі қызметі мен құзыреті қандай? Сол жайында біздің балаларымызға толыққанды айтып берсеңіздер деп едім. Сұрақ орынды. Ювеналдық полиция тобы деп аты айтқандай, біз кәмелеттік жасқа толмаған балалармен жұмыс жасаймыз. Жаңа жайсыз отбасы дейді. Солармен жаңа жайсыз отбасыға бізде алкогольдік, ішімдік, енді семья неше түрлісі бар ғой. Алкогольдік, ішімдік ішетін, солармен жұмыс жасаймыз. Әке-шешесінің дұрыс тәрбие бермейтін, сол тәрбие жөнінде жұмыс жасаймыз. Жалпы сіздің құзыреттілігіңізде осы жасөспірімдердің барлық проблемасын шешеміз дейсіздер ғой, былайша айтқанда. Рахмет. Өзіңізге белгілі Кентау қаласының төңірегінде орналасқан қазіргі таңда ауыл аймақтардың барлығы Кентауға қарасты болып отыр. Яғни Кентау қаласының аумағы кеңейіп жатыр. Осы тұста сіздерге түскен жауапкершілік те артылуда. Ендеше қазіргі таңда әрбір ювеналды полиция тобының бір учаскелік полиция қызметінің қарамағында қанша білім мекемесі бар? Қазір аумағымызда жаңа қазір 63 мектеп бар, 7 колледж, 3 орта маңызы бар, орта мектеп бар да бізде қазір таңдан. Соған енді менің өзім құзыретімде қазір 4 мектеп, 3 колледж, 1 университет бар. Жалпы ювеналды полиция тобынан бөлек 2012 жылдан бастап барлық облыс орталығында ювеналды сот іске қосылды. Ювеналды сот негізгі 3 бағытта жұмыс жасайды екен. Бірінші қылмыстық істер. Бұл жерде көбінше кәмелет жасына толмаған балалардың қылмыс істеуі, немесе сол кәмелет жасқа толмаған балаларға қарсы жасалған қылмыс қаралады екен. Әкімшілік істе ата-аналар, яғни бала тәрбиесіне айналыспайтын болса, ішімдікке салынған ата-аналар жөнінде қаралады екен әкімшілік істер. Одан кейін азаматтық істер. Онда отбасы ажырасқаннан кейін бала кіммен қалады, ата-ана құқығынан айыру мәселелері қаралады екен. Кентау қаласы бойынша жыл басынан бері ювеналды полиция тарапынан қанша іс қаралды және қандай бағытта қаралды? Сол жайында айтып өтсеңіз. Сұрағыңыз орынды. Сұрағыңызға бізде енді ювеналды сот жаңа айтып отыр ғой, өзіңіз де айтып отырсыз. Сол бойынша бізде қазір біршама жұмыста атқарылды. Негізі қазіргі таңда бізде жаңа сотта сонымен қатар кәмелетке толмағандар тәрбиелеу жөнінде міндетті шешімді орындау бойынша 10 ата-анаға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127 бабымен және құқық бұзушылық жасаған үшін 435 бабымен 9 ата-анаға хаттама толтырылды қазіргі таңда. Оның арасында біздің өзіміздің әкімшілік құқық бұзушылық бар. Онымен де жаңағы яғни түнгі мезгілде заңды өкілінің жүруінсіз немесе тұрғын үй жайдан тыс жерде жүргені бойынша да біз ювеналдық сотта апарып қараймыз. Повторно сол ювеналдық сотпен қараймыз негізі.
бөліп тоқтап кетейік па, баптарды түсіндіріп или қалай? Иә, түсіндірсеңіз дұрыс болар еді. Жаңа түнде жүру бойынша түнгі сағат 11:00-ден кейін ата-анасыз жасөспірім кәмелет жасына толмаған таңғы сағат 6:00-ге дейін жүруге болмайды. Әкімшілік құқық бұзушылық 442 бабында көрсетілген екінші бөлігінде, яғни сол. Бұл жағдай егер анықталып жатса, бірінші ретке ата-анасына ескерту беріледі, қағаз жүзінде протокол толтырылады. Ал сол 1 жыл көлемінде тағы қайталанып сол жасөспірім түнде жүргенін қоймай тағы ұсталып жатса, анықталып жатса, ата-анасына хаттама толтырып, әкімшілік сотқа жолдаймыз, өзіміз ювеналдық сотқа. Ол жерде ата-анасына айыппұл салынады. Содан кейін кәмелет жасына толмаған жасөспірім 1 жылда 2 рет құқық бұзған үшін деп біз қалалық есепке қоямыз. Жарайды, рахмет. Мектептерде жалпы бопсалауға, күш көрсетуге байланысты түрлі шаралар өткізіліп жатыр енді. Біздің тарапымыздан ол жағында өте көп шара. Бірақ өкінішке орай шешімін таба алмай келе жатқан бұл негізгі өзекті мәселе болып табылады. Мектептің ішінде балаларды бопсалау, бір-біріне әлімжеттік көрсету, осындай мәселелер. Енді осы тұста сіздердің тараптарыңыздар қандай профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр? Осы сұраққа мен жауап берейін. Қазір таңда бізде осы республика көлемінде негізі осы мектеп жаңағы сіз айтқанда сұрақтарға негізі мектеп көлемінде негізі жасөспірім деген іс-шара өтеді бізде. Одан кейін түнгі қаладағы рейдтер, жаңағы неге қатысты нәрселерде қауіпсіз мектеп іс-шаралар өткізеді. Сол деректер бойынша жұмыстар көп, негізі профилактика жұмыстар болғанда күнделікті біздің өзіміздің жұмысымыз негізі ол іс-шараға қатысы жоқ. Ол өзіміз жаңағы жоспар деп айтып жатырмық қой бірінші сұрақта. Сол жоспарға енгізіліп, негізі күнделікті сондай жұмыстар жасалынады бізде негізі. Енді сол түнгі рейдке кішкене толығырақ тоқталып кетсеңіз. Ол түнгі рейдте кім жүреді? Түнгі рейдте, яғни қандай мекемені аралайсыздар сіздер түнгі рейдте? Ювеналдық полиция жаңағы қызметкерлері сол жерде жұмыс бірлесіп жаңағы гаронның қызметкерлерімен жұмыс атқарамыз. Прокуратура тарапынан онда жұмыстар атқарылады облыс көлемінде. Түнгі рейдтік іс-шараның жаңағы несі негізі түнгі рейдтік іс-шараның. Ол бізде түнгі жаңағы жасөспірім кәмелетке жасқа толмаған жасөспірім жаңағы 11-ден кейін сол жүруге болмайтыны бойынша көшеде, и одан кейін ойын-сауық отауларында, жаңағы ойын-сауық мекемелерінде соларды рейдтік іс-шара жасаймыз. Одан кейін Қазақстан Республикасында бізде 440-шы бабы бар, жаңа қоғамдық орында алкогольдік ішімдік ішкен үшін. Енді ондай деректер биыл бізде анықталды. 5 адамға хаттама толтырылдық. Ол ішкені бойынша жас кәмелетке толмағандар бойынша. Ондай түнгі рейдтік іс-шарада жұмыс атқарамыз. Негізі біздің мақсат түнгі рейдтік іс-шарада көп құқық бұзушылықтар анықталады. Жаңа сөзіңіз аузыңызда 5 оқушы жаңағы жасөспірімге хаттама толтырдық дедіңіз. Сол хаттама толтырумен ғана шектеледі ме, жоқ әлде ары қарай белгілі бір жаза қолданыла ма ол? Мен жауап берейінші. Егер кәмелеттік жасқа толмаған спирттік ішімдік ішіп анықталып жатса, ата-анасын шақыртамыз. Ата-анасын шақыртып, қатысумен түсініктемесін алып, ата-анасын қатысумен экспертизаға апарамыз, баланы өткіземіз. Ол жерде баланың қаншалықты ішкенін дәлелдеме қағазын алып, ата-анасына 440-тың екінші бөлігімен айыппұл салынады. Айыппұл қанша көлемде? Айыппұл көлемі так 5 МРП еді, шатаспасам. 5 МРП. Қазіргі немен МРП-мен 12 мыңдай ма, сондай болайық. Одан кейін екінші тарапы, кәмелетке толмағанды, бізде не бар? Ішімдік ішкені бойынша қалалық есепке аламыз. Есепке аламыздар, иә? Есепке алынады. Қолға алатын жасөспірімдер бар. Солардың жазасы қандай болмақ? Олар үшін жауапкершілікті кім алады? Олар үшін жауапкершілікті жайды отыр қой, барлық жайда да. 18 кәмелеттік жасқа толмағаннан кейін бәріне ата-ана жауапты негізі. Ал баланың өзіне қандай шара қолданады? Баланың өзіне жаңағы қалалық есепке, тізімді есепке қоймыз біз баланың өзін. Профилактикалық жұмыс жүргіземіз ол баламен. Нақты сан енді оның белгісіз, әр қызметкерлер өзі жұмыс атқарады. Негізі ай сайын, айына бізде бір 4-5 баладан айына есепке алынып отырады.
Жоқ, 18 жасқа дейін сіздер жұмыс істей алмайсыздар. 18 жасқа дейін ата-аналарың барлық жағдайды істеп, оқумен, немен міндетті. 18 жасқа толып, одан кейін жұмыс істейсіңдер. Да. Можно ли во время карантина несовершеннолетним работать как положено вместо работы? Например, многие несовершеннолетние сейчас работают в цеховых до утра. Егер біз тарапынан түнгі рейдке шығамыз деп отырық қой, сағат 10-нан кейін әкімшілік құқық бұзушылық 442-нің бірінші бөлігінде көзделген, ол неге тоқтап кеттік қой, бірінші бөлігінде көзделген, түнгі сағат 10-нан кейін егер кәмелет жасына толмаған жаңағыдай ойын-сауық мекеме дейді, ойын-сауық мекемесіне жаңа кафе, ресторан, ойынхана бәрі кіреді ол жерде. Ол жерде анықталып жатса, или жаңағыдай жұмыс істеп жатса, біз анықтасақ, ата-анасына 442-нің бірімен айыппұл саламыз. Еще сол жердің администраторы или хозяйны бар ғой, мекеме. Ол кісіге де әкімшілік 132-ші бабымен айыппұл салынады. Себебі кәмелет жасқа толмаған 10-нан кейін ата-анасыз ондай мекемелерде болмайды жүруіне. Ол сұрағыңыз түсінікті. Егер ондай жағдай анықталып жатса, біз тарапынан барып тексереміз, анықтаймыз, барлық материалды жинаймыз. Егер кәмелет жасына толмағанға зорлық, зомбылық көрсетіп, қысым көрсетіп жатқан жағдайда барлық материалды жинап, қай жерде оқиды, мектепте мінездеме аламыз, қандай бала, барлық материалды жинап, өзіміздің Кентау қаласының әкімінің жанында отырыс болады, кәмелет жасына толмаған құқығын қорғау комиссия отырысы. Сол комиссияға жолдаймыз, сол комиссия отырысында қаралады бұл мәселе. Одан кейін ары қарай жұмыс істейміз сол шешіммен. Келесі сұрақ, ойын адамның ойын өртейді. Оған өткен жылдың көктемінде болған оқиға дәлелдейді. Талдықорғанда тұратын 11-ші сынып оқушысы өзінің анасын өлтірген. Әуелі тұншықтырған, сосын пышақтаған, артынша шешіндіріп ас содасын сепкен. Келесі күні түк болмағандай мектепке барған. Сабақтан шыққан соң компьютерлік клубта ойнаған. Ол виртуалды соғыста адам өлтірді, соның әсерін шынайы өмірде де сезінгісі келген. Жасөспірім полиция қызметкерлеріне осындай жауап қатқан болатын. Кентау қаласында да ойын клубтары жетерлік. Келсесіздер ғой. Сол клубтарды сіздер жалпы тексересіздер ме? Тексеріп жатқандарын жаңа естідім әрине. Бірақ кәмелет жасқа толмаған оқушыларды беймезгіл уақытта сондай клубтардан ұстаған кездеріңіз болды ма? Болды. Жаңа мен түсіндіріп кеттім ғой, 442-нің бірінші бөлігінде көзген ойын-сауық мекемесіне кіреді. Түнгі ойын мекемелерін тексеріп, ол жерде анықтап, ата-аналарына айыппұл салынып. Ол ата-анаға салынады, одан кейін сол ойын клубтың администратор егесіне. Сол 10-нан кейін кәмелет жасқа толмаған ата-анасыз кіргізген. Ал енді біздің заңда сондай ойын клубтарын түбегейлі жою қарастырылған ба? Жауабуға бола ма мысалға? Жоқ, ол қарастырылмаған. Бізде ол енді өзінің ол жерде енді бізде налоговый комитет бар ғой, сол кісілердің өзінің сертификаттары бар, сол кісілердің рұқсатымен ашылатын нәрсе. Рұқсатымен әкімшіліктің рұқсатымен. Біз негізі бірақ осындай жағдайлар орын алған кезде бірақ нелерге біз ұсыныс жібереміз. Ұсыныспен шектеп не істеуге болады, сол арқылы налоговый комитет өзінің лицензиясынан айырады негізі. Қазір жастар арасында есірткі, спиртті, алкогольді сусындарды пайдалану, темекі шегу, яғни белгілі бір жасқа жетпегендерге осындай препараттарды пайдаланып жатса, яғни оған сатқан адамдарға, сатушыларға қандай штраф салынады, айлық есептік көрсеткіш салынады? Ондай егер кәмелет жасына толмағанға дүкендер темекі бұйымын сатса, әкімшілік құқық бұзушылық қазір 423 бабында өзгеріс болды, жақында өзгерді. 423 бабы мен прим 1-мен айыппұл салынады. Бұл жерде дүкен егесіне айыппұл салынып, сотқа жолданады. Сотта айыппұл салынады. Ол айыппұлды біз салмаймыз, сотқа жолдаймыз, бүкіл материалды жинап,
сол жерде қаралып, кәмелет жасына толмағанға сатқан үшін. Егер спирттік ішімдік сатса, кәмелет жасына толмаған, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 200 бабы бойынша ол да іс құжатта жиналып, дүкен именно сатушысына, сатқан адамға сотқа жолданып, бұл жерде айыппұл салынады. Ол бойынша жаңа айтып жатсыз ғой, енді жаңағы сатушыға негізі осындай факторға қайталанатын болса, осындай бірнеше рет қайталанатын болса, негізі сатушының жаңағы магазиннің, дүкен егесінің негізі лицензиясынан айырылады негізі. Рахмет. Осындай Алмас мырза, Нұрдәулет мырза, осындай алтын уақыттарыңызды бөліп, өзекті тақырып турасында ақпарат бергендеріңіз үшін сіздерге үлкен рахмет. Алдағы уақытта жасөспірімдер арасында қылмыс жойылады деген үміттеміз. Өйткені адам құқығын қорғау бала құқығынан басталады. Сіздерге осы сұхбат бергендеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздердің де біздің оқушыларға білдіретін бір-екі ауыз тілектеріңіз болса, айтып өтсеңіздер, осымен сұхбатымызды аяқтайық. Оқуларыңызға сәттілік, Құда қаласа аман-есен оқуларыңызды бітіріп, ата-аналарыңыз ең бірінші ата-ананың үміті ғой. Ата-аналарыңыздың үміттерін ақтыңыздар. Тек екі шыңдардан көргендеріңізге тілектеспін. Рахмет.